қолында қандай кітап тұр? Менің қолымда әліппе кітабы тұр. Әліппе бізді неге үйретеді? Оқуға, білімге үйретеді. Әліппе қайта оралды, қандай өзгерістер бар? Сауат ашу оқулығын оқыған 2 жыл ішінде не өзгерді? Нені ұттық, неден ұтылдық? Биылдан бастап әріп тануда басты құрал саналатын әліппе жаңартылып білім беру бағдарламасына қайта енгізілді. Бұдан былай бірінші сынып оқушылары әліппемен ана тілін оқитын болады. Жаңа әліппе ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде жасақталған. Бірінші бетінде өзіміздің 42 әрпіміз. Содан кейінгі ең қонарлық сәт, міне, әліппеміздің атасы Ахмет Байтұрсынов атамыздың балаларға үндеуімен басталған. Содан кейінгі барлық беттері, өте суреттері қанық, балаларға қызықты болып бейнеленген. Тағы бір қонарлық жағдай, бұрын біз балаларға өзіміз буындап көрсетіп оқытатын едік. Қазіргі міне көріп тұрсыз, мәтіндердегі сөздердің барлығы буынға бөліп балаға ыңғайлы етіп жазылған. Өткен 2 жыл ішінде оқушылар сауат ашу пәнін 9 ай бойы оқыса, енді алғашқы 2 тоқсанда әліппемен әріптердің қыр-сырына қанық болып, 3-4 тоқсанда ана тілі оқулығы арқылы жазуға, мазмұндауға, суреттеуге машықтанатын болады. Сондай-ақ мұндағы тағы бір ерекшелік, оқу, жазумен қатар балалар тыңдау арқылы да білімін шыңдамақ. Ол үшін арнайы әліппе оқулығының аудио жинағы жасақталған. Осыдан шамамен 2 ай бұрын әліппе қайта оралады деген ақпарат тарап, көпшілік қызу талқыға салған болатын. Басым бөлігі қолдаған еді. Шынында да ұстаздар мен ата-аналар қуанышты сыңайлы. Қызымды бірінші мектеп босағасына әкеліп жатырмын. Осы әліппені келіп жатқан қуаныштымын. Осы бәріміз әліппемен өстік. Осын дұрыс деп есептеймін. Естеріңізге сала кетейік, әліппе ана тілі оқулықтары 2017 жылы білім бағдарламасынан алынып тасталған еді. Оның орнына балалар сауат ашу пәнін оқыды. Бұл өз кезегінде көп тарапынан қарсылық тудырған еді. Қаламқас Аманқосова, Мұқағали Нұрдәулет, Қобылан Тәжібаев, Ақтау Ньюс.